Сәлем достар! Бүгінгі видеомызда біз қазақтың салт-дәстүрлерінде кездесетін сөздермен таныс боламыз. Әдетте 20 түрлі сұрақ, әр сұраққа 10 секунд берілген, ал жауабы сұрақтан кейін келеді. Видеоны тоқтатып ойлансаңыз да болады. Сонымен бастайық. Ұзатылған қызға берілетін мал-мүлік. Құдалар арасында жасалатын кәденің түрі. Қысқы азық қорына арналып дайындалған ет. Қонақтан қайтқанда дастарханнан берілетін тағамдар мен тәттілер. Жетістікке жеткен жаңа зат алған адамға берілетін кәде. Өте қуанышты хабарды жеткізуші адамға берілетін сыйлық. Жаңадан көшіп келген отбасыға берілетін қонақасы. Төрдегі ақсақал табақтағы етті үлестіруі. Қазақ халқының рәсімдік және ғұрыптық жоралғыларының жиынтық атауы. Балаға жаңа киім үшін берілетін ақшалай заттай сыйлық. Алыс сапарға шыққан адам жерлестеріне, жақындарына әкелетін сыйлық. Жаңа туған нәрестенің алғашқы көйлегі. Сәбиді бесікке салғанда түбегі тұратын тесіктен өткізетін тәттілер. Ұлдың төбе шашын ұзарта өсіріп, моншақ араластыра өріп қою. Бұрында құда-құдағи болған жақтар қайтадан қыз алысып берісуі. Екі жақ келісіп, құда болған жағдайда оларға қандай сый әкеледі? Жаңа түскен келінді күйеу жігіттің туыстары мен достары өз үйлеріне шақыру рәсімі.
Үлкен жұмыстарды көптің көмегімен тез атқару мақсатында туыстар мен ауылдастардың бірлескен жұмысы. Қонаққа келгенде дәм тату белгісі. Жас босанған әйелге арнаулы мал сойылып берілетін тамақ. Ал сіз қанша сұраққа дұрыс жауап бердіңіз? Есептеп көрейік. Каналға жазылып, лайк басып бөлісуді ұмытпаңыздар. Рахмет. Зейіндеріңіз ашылсын.